Тарихы талай ғасырларға кеткен Еуразия көшпенділерінің ең ежелгі баспанасы киіз үй, адамзат өркениетінің аса үздік туындысы. Қазақтың киіз үйі ата-бабадан қалған асыл мұрамыздың бірегейі, ұлттық болмысымыздың бастауы, киелі қара шаңырағымыз. Көшпелі өмір салтының төл тума үлгісі киіз үй, көшпелілер мәдениетінің 3000 жылға жуық уақытқа созылған тарихында сансыз көп өзгерістерге ұшырап, эволюциялық дамудан өтті. Табиғат аясында көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан бабаларымыз өздерін сол табиғаттың бір бөлшегі ретінде санаған. Арасы жүздеген шақырымдарға ұласатын жаз жайлауы мен қыс қыстауына көшіп қонуда, күннің ыстығы мен боранды күндерінде сенімді баспана болатын киіз үйге айрықша мән беріп, құрмет тұтты, баптай білді. Ұлан даланың табиғатына үндесе, көшпелі халықтың тұрмысына бейімделе жасалған киіз үй қолдануға ыңғайлы, тасымалдауға жеңіл, тез құрылып, тез жиналады. Қазақтың киіз үйі құрылымдық жағынан осы уақытқа дейін көшпелі халықтардың бірде-біреуі асып түсе алмаған жылжымалы баспананың ең жетілдірілген түрі болып табылады, деді саяхатшы Руденко. Аты аңызға айналған киелі мекен, қазыналы түбек Маңғыстау, ежелгі өркениет ошағы, ғасырлардың ғажайып куәсіндей тарихи мәдени ескерткіштерге бай, ерекше өңір. Осынау құттарған қасиетті өлкеде дәстүрлі халық өнері мен салт дәстүріне, ата-баба мұрасы мен ұлттық құндылықтарға деген шынайы көзқарас қалыптасқан. Қазақстанның басқа аймақтарына қарағанда өзінің жасалуы, жабдықталуы мен ерекшеленетін Маңғыстаудың киіз үйінен ұлттық қолөнеріміздің саф алтындай сақталған небір озық үлгілерін көруге болады. Сақталып қана қоймай, үздіксіз дамып, заңды жалғасып, ұрпақтан ұрпаққа берілуде. Шындығында да Маңғыстаудың киіз үйлері 19 ғасырда қандай сән салтанатымен тігілсе, бүгінгі 21 ғасырдың басында да сол қалпын сақтап қалған ерекше мұра. Әдетте киіз үй ағашы киіз үйдің сүйегі деп аталады. Ол негізінен берік ағаштан, қайыңнан, талдан жасалады. Киіз үй жасаушы үйшілер негізінен үйдің шаңырағын, керегелері мен уықтарын жасайды. Үйді тігуге дайындау үшін шаңырақ тоғынына уықтар енетін көздер жасалып, уықтар қаламдалады және уық баулар тағылады. Сонан соң киіз үйдің ағаш есігі, сықырлауы жасалады. Үйді тігер алдында шаңырақтың екі жағына екі желбау мен ортасына аспа бау тағылады. Керегелер басына таңғыштар ілінеді. Жеңілдеу тегістелген немесе уақ мал айдап өтілген жер таңдалып, құбылаға Мекке Мәдинаға қаратып, табалдырық қойылады. Табалдырықтың сол жағынан керілетін кереге қазан ошақ тұсына келетіндіктен оны солай атайды. Сол қазан ошақтан бастап, керегелер бірінен соң бірі жайыла бастайды. Алғашқы екі керегені шаршыларын келтіріп, шаршының өлшемдері бірдей болуы тиіс. Жайған соң, олардың азаттарын дұрыс қосу аса маңызды. Азаттары дұрыс қосылған керегелер таңғыштармен өте берік таңылады. Таңғышты кереге бастарын жеке-жеке орап алып,
оңға қарай бұранда әдісімен кереге биіктігін бойлай өткізе отырып таңады. Керегелер бірдей биіктікте, шаршылары бірдей етіп жайылуы тиіс. Таңғыш өте берік болу үшін, оны екі қабатталған жіптен сырғалақпен тоқиды. Таңғыштың өрнегі құстаңдай болып өріліп түсіп отырады. Шеттері қайырылып кетпейтін берік болып шығады. Дәстүрлі киіз үй 6 қанатты, яғни 6 керегелі болады. Кереге басы азатымен 17 не 18 бас болады. Кейде үйді сәл кеңейту үшін 7-8 басты қоспа кереге қосады. Үй керегелері толықтай жайылып болған соң, артқа қарай ұсталған екі қолмен керегелерді таңғыштар тұсынан жеңілдемеп, үйдің дөңгелегін келтіреді. Екі босаға керегені табалдырыққа тірейді. Табалдырықтағы наваларға екі босаға ағаш пен сықырлауықтар салынып, маңдайша жоғарыдан осы әдіспен кигізіледі. Екі босаға керегелерге маңдайшаны қоса таңғышпен байланады. Сондықтан босағаның таңғыштары ұзындау болады. Енді ұзын берік құрмен үйдің басы керегені айналдыра сыртынан тартылады. Бұл құрда беріктік үшін ешкінің қылы қосылған жіппен сырғалақпен тоқылады. Құрдың екі ұшы босағаның ішінен керегеге байланады. Мұны үйдің басын тартатын құр деп атайды. Үй шеңберінің орта нүктесін табу үшін табалдырық пен төрдің ортасын өлшеп, үйдің екі жағында қарсы тұрған бүйір керегелердің арасын өлшеп, олардың қиылысқан нүктесі белгіленеді. Бұл шаңырақ көтеру үшін керек. Шаңырақты көтеру үшін бақанның түбін белгіленген нүктеге тіреп ұстап, әрине шаңырақты ер адамдар көтереді. Үйдің оң жағынан берілген шаңырақты күлдіреуішінің ортасынан ашасымен іліп алып, жел баулармен, аспа баулармен демеп, ортаға келеді. Шаңырақ күлдіреуіші шабақтарының маңдай тұсын маңдайшаға сәйкес келетіндей етіп, дәлдеп қойылады. Шаңырақ көтеруге ат салушылар, олар 4-5 не 5-6 адам, бір-бір уықтан ұстап, үйді айнала әр кереге тұсына тұрады. Шаңырақты жайлап уықтармен демеп, бақанмен көтереді де, уықтар түбі кереге басына келгенде тоқтайды. Шаңырақ көтерілген соң, оған уықтар шаншылады да, кереге басына 10 сантиметрдей жерден айқастырылып, тіреп байланады. Уық байлаудың да өзіндік әдісі бар. Аша тәрізді кереге бастың сыртынан тіреп тұрып, кереге ашасынан кезек-кезек іліп алып бастыра байланады да, соңынан бір-екі рет қазық бау шалынып, бекітіліп тасталады. Айнала 10-15 уық шаншылғаннан кейін, шаңырақтың түзулігі анықталып, бақан алынып тасталады да, уықтар тұтастай бір босағадан байлана бастайды.
уық баулар ақ, қара, немесе қызыл, жасыл жүндерден алалап есіледі. Ұзындығы 1 метрдей болады. Келесі кезең үйдің шашақтарын ілу және бау басқұрларын ұстау. Шашақтар иіріліп, ширатылған жіптерден дайындалады. Әр түрге бойылған жіптерден жеке-жеке күлтелер жасалады да, 2-ден 3-тен бір-біріне сабақтар арқылы қосақталып, әдемі түйіндермен түйіледі. Бір үйге 6 немесе 8 шашақ жасалады. Ақ басқұр уықтың иінінен ұсталады. Ақ басқұрдың дәстүрлі ені 40-50 сантиметр, ұзындығы 17-18 метрдей болады. Ақ басқұр аты айтып тұрғандай үйдің басын тартып тұрады. Сондықтан оны мықтап тартып, ішкі босағадан байлайды. Ақ басқұрдың төсегі ақ жіптен болады. Шетіне 2 қатар қызыл жолақ жүргізіледі. Өрнектер боялған жүндерден түктеп салынады. Өрмекпен тоқылады. Өрнектер негізгі және аралық болып 2-ге бөлінеді. Негізгі өрнектер 80 сантиметрге, кейде 1 метрге дейін барады. Ал аралық өрнек 20-30 сантиметр болады. Орта есеппен ақ басқұрда 12-ден негізгі тұтас өрнек болады екен. Қызыл басқұр дәл осылайша ұсталады. Қызыл басқұрдың 2 шеттігі бөлек тоқылса, оның ені 60-70 сантиметрге дейін барады. Ол уық бау мен шидің арасын тұтастай жауып тұрады. Осыдан соң үйдің 2 жағынан 4-ден бірдей қашықтықтан алынған 2 уыққа ақ қызыл баулар аралас өткізіліп, уық қарынан 4 жақпен босаға жаққа қарай шаршылап, алма-кезек жарыса ұсталады. Мұндағы ақ баулардың тоқылуы ақ басқұрға, ал қызыл баулардың тоқылуы қызыл басқұрға ұқсайды. Бау, басқұрлар, алаша, құрлар тоқу станогы өрмекпен тоқылады. Бір бау тоқу үшін қойдың 5-6 келі жабағы жүнін жуып, түтіп, шүйкелеп ұршықпен иіреді. Иірілген жіпті 2 тіндеп, бояу үшін келептеп алады. Бояу түрлері химиялық және табиғи болып бөлінеді. Бояуға орташа қазан пайдаланылады. Қайнап жатқан бояуға келептелген жіп пен жүнді салып қайнатады. Сонда жіп пен жүн бояуды қауып, әдемі рең алады. Боялған жіптерді кепкен соң, қайтадан домалақтап төгіп, ширатып, өрмекке дайындайды. Бояуға балалар да асықтарын бояп алады.
өрмек құрар алдында тоқылатын баудың ұзындығы анықталып, сол өлшеммен жерге ұзындау қазықтар қағылады. Жүгіруге ыңғайлы болу үшін қазықты жерге үш бұрыш жасап қағады. Дәстүрлі ұзындық 12 құлаш, яғни 18 метрдей болады. Екі қазықтың дәл ортасына орналасқан күзу байлаушы бірінің артына бірі арасы 10 сантиметрдей етіп, қатар қағылған екі қазықтың біреуіне өз жағынан жіңішке шидің талын қосады. Жүгірілген өрмек жіптерін осы екі қазықтың екі жағына кезек-кезек сала отырып, шидің талынан оңға қарай шалып алу арқылы өрмектің алмасып түсетін екі бетіндегі жіптерді тоқу станогына тіркейді. Күзу үшін арнайы берік жіп алынады. Өрмекті 2-3 адам жүгіреді. Өрмекті жүгірушілердің міндеті жіптерді үш бұрышты қазықтар басына іле отырып, ілгері жүру және күзу байлаушының айтуымен әртүрлі жіпті рет-ретімен жүгіріп, күзуге тіркету. Киіз үйдің баулары ұсталып болған соң, босағадан бастап шым ораулы шилері ұсталады. Ораулы ши үйдің жылылығын, әдемілігін сақтап тұрады. Маңғыстау жерінде ши ораудың ерекше мектебі қалыптасқан. Ши құмдау жерде өседі. Маусым айының аяғында сабағы кепкен шиді жинауды ши тарту дейді. Қабығы аршылған шиді орап, оған түр салады. Шиге салынатын түр, яғни ою өрнек үшін жүндер мен жіптер әр түрлі түске боялып дайындалады. Шидің әрбір талын бояулы жүндер мен жеке-жеке орау арқылы өрнек салынады. Толықтай түр салынған ши шым ораулы ши деп аталады. Киіз басу үшін қойдың сабалған жүнін шиге салып, домалатып тартады. Шиден шыққан киізді білекпен басады, қарпиды және өңдейді. Киіз үйге арнап басылатын киіздердің өте жоғары сапада дайындалуына ерекше мән беріледі. Мұнда киіздің тығыздығы, жеңілдігі, жаңбыр суына, күннің көзі мен желге төзімділігі, тегістігі, тағы басқа ерекшеліктері басты назарда ұсталады. Бір тегіс етіп басылған киіздерден туырлықтар, үзіктер және іргелік киіздер жеке-жеке пішіліп тігіледі. Киіздерге, әсіресе өте үлкен киіз үзікке бірнеше киіз керек болады. Оларды лайықтап пішіп алған соң, біріне бірін құрап тігеді де жиектейді. Желіге қасау қылын байлаған жер-ай, көзіме от жалындай басыладың-ай. Жиек үшін ақ ішкінің қылын пайдаланады. Оны қолмен де есет, ұршықпен де иіреді. Шырған ұясынан балапан қазақ. Оңқай және солақай етіп есілген жиектерді таңдайластыра біріктіре отырып, киіздің шетіне салып бастыра,
шуда жіппен тегіс етіп тігіп шығуды жиектеу деп атайды. Жиектеудің маңыздылығы сонда. Шебер жиектелген үзік уық биінінде кигізілген тақиядай үйлесіп, біргелкі жатады. Киіз үйдің ең бірінші жабылатын киізі туырлығы. Оның саны 5 болады. Туырлықтың басы уықтың орта тұсынан басталып, етегі іргелік киізбен астасып жатады да, екі босағаға келіп тіреледі. Туырлықтар бір-бірімен астасып, тұс-тұсынан керегеге байланады. Келесі жабылатын киіз есік. Ол оралып, тоқылған шидің сыртын ақ қара киізбен сырып тіккен жинамалы есік. Оның екі тастама бауы шаңырақ қарының ішінен алынып, киіз есік үйге шақтап түсірілгеннен кейін босағаларға айқастырылып байланады. Киіз есік таңертең кешке түріліп, ішке қарай домалатып жинау арқылы жоғары байланып қойылады. Түсте, түнде киіз есік түсіріліп, бір жағынан ағаш салынып қойылады. Бұл кіріп шығуға ыңғайлы. Туырлықтар ұсталып болған соң, киіз үйдің белдеу арқаны ұсталады. Ол жүнге қыл қосып есілген ең берік арқан. Белдеу арқанның есілген үш тінін жеке-жеке кереге көздерінен өткізіп ширатады. Әр кереге тұсындағы аяқ баулар белдеуге тартып байланады. Киіздерді үйге жабудың, немесе жинаудың, бүктеудің өз заңдылықтары бар. Үйдің ең ауыр киізі, үзікті жабудың ең оңай тәсілі екі жақтан шығыршықтап алып көтеріп, үзік баулары арқылы уық үстіне жая қояды. Үзікке екі жағынан 4-4-тен 8 бау қадалады. Олар не есілет, не сырылып жасалады. Кейде тоқылған құрлар да пайдаланылады. Алдыңғы үзік бірінші салынады. Артқы үзік баулары киіз үйдің сыртынан маңдай жағынан шаршылай айқастырылып ұсталады. Үзік баулары белдеу арқанға байланады. Осыдан соң 3 немесе 2 жиекпен жиектелген түндік жабылады. Түндікті
қиғаштап үш бұрышты етіп бүктеп алып, таяқпен демеп жоғары шығарады да, түндік баулардың көмегімен шаңыраққа жабады. Есілген түндік баулар да белдеу арқанға байланады. Іргелік киіздер ең соңынан ұсталады. Олар да белдеуге байланып, бір-бірімен астасып жатуға тиіс. Осылайша, бар сән салтанатымен тігілген киіз үйдің сәні, ішіндегі жасау жабдығы мен, көрпе төсегі мен одан әрі молға түседі. Таңертең ертемен келіннің ерте тұрып, түндік ашуы ұлттық дәстүріміздің ұлағатты көрінісі, жақсы ырым. Ал сәукеле киіп, жарасымды ұлттық киіммен малынған жаңа түскен жас келіннің бетін ашу, қолтығынан сүйеп отауға кіргізу, отқа табындырып, орамал салу, қадамына құтты болсын айтып, шашу. Жас келіннің қолынан дәм татып, бата беру сияқты жөн жоралғылар тек қана киіз үймен үндесе өріліп, әдемі үйлесім табары сөзсіз. Табалдырығың мықты, босаған берік болсын. Кереген кең, шаңырағың биік болсын. Мал құралмай, бас құралмас.
бақан тұрғанда уықты көп шаншыма, қыз көп болады. Белдеу арқанды төмен ұста, жоғары ұстасаң, келін өрі болады. Халқымыздың көп ғасырлық күресі мен еңбегінің, ізденістері мен тіршілігінің асыл көріністері болып табылатын мәдени мұраларымызды қорғау және насихаттау ардақты іс. Сол ардақты істің бірі әлемдік құндылықтар қатарына қосылған ерекше мұра, қазақтың киіз үйі туралы фильмді дайындаған Маңғыстау облыстық тарихи өлкетану мұражайы қызметкерлерінің негізгі мақсаты ғасырлар бойы қатал табиғатпен біте қайнасып, көшіп қонып жүрген Маңғыстау қазақтары қолөнерінің 9 жолдың торабынан тыс жатқан түбекке тән ерекшеліктерінен қысқаша мәлімет беру, халқымыздың күні бүгінге дейін қаймағы бұзылмаған өнерін, ұлттық мұраларымызды дәріптеуге шақыру.